Арыстанды бағындырған әйел. Біз Жанат Қалметова жайлы айтып жатырмыз. Ол тұңғыш қазақ қыздарынан шыққан жыртқыш аң үйретуші маман. 50 жылдық ғұмырын осы циркке арнаған арудың 3 перзенті де осында өнер көрсетеді. Ауыр еңбекпен ізденісі, батылдықты талап ететін цирк өнерінде екі арыстанды қолға үйреткен арманына адал, цирк десе барын беруге даяр Жанат Қалметова мен әріптесім тілдесіп келген болатын. Жанат Қалметованы оңтүстік өңір көрермендері аң патшасы арыстанды бағындырған өнерпаз ретінде жақсы біледі. Ол түс тағысын кішкентай кезінен баптап, манежде жүгіртіп, түрлі қойылым жасауға баулады. Қазір арыстандарымен бірге бірқатар жетістіктерге жеткен. Сөйтіп бұлар 2 айлық кезінде келгенде бір апта 2 апта болған кез ау. Маған бұйырды, мен қолыма алдым бұларды. Сөйтіп кімге берерін білмей жүрген ғой, өйткені жыртқыш аң үйретуші артист жоқтығын бізде. Сөйтіп мен сұрандым, өтініш жасадым. Жоқ, басшылық көп уақыт ойланды. Жоқ, болмайды, әйел затсыз деп. Сосын мен айттым, әйел заты үйрете алмайды деп, кім айтты сізге деп. Сөйтіп мен жайлап алып жүрдім. Бұларды репетицияға алып жүрдім, жайлап өзім кешке алып репетиция жасап, тамақтандырып сөйтіп жүріп. Қолыма үйреттім, алғашында тамақтандырып жүріп қолға үйреттім. Кейін манежге шығарып көпшілікке үйрете бастадым. Арыстанмен өнер көрсете бердім, жалғастыра бердім. Не бір гастрольдік сапарлар. Бүткіл Қазақстанды шарлап шықтық. Харгоста жұмыс жасап келдік 3 айдай. Великий русский цирк бағдарламасында жұмыс жасап келдік. Сондықтан бұлар көрерменнің көз айналған арыстандар. 2021 жылы Шымкент циркі аңсыз цирк жобасын қолға алды. 2 арыстан да зообаққа өткізілді. Цирк үйренген аңдардың темір торға қамалғаны Жанат ханымның көңілін құлазытқан. Арыстандар болса 1 апта бойы тамақтан бас тартқан екен. Басшылықтың өтінішімен түз тағылары зообаққа бейімделгенше өзі келіп тамақтандырып жүріпті. Бұрынғы иесіне бой үйреткен олар оның дауысын алыстан таниды. Ана екіншісі де уже даусымды таниды. Симба ғой. Симба! Сондай бір үмітім жоқ емес, бар. Жаңағы бұл арыстандарды қайтып бермесе де, жаңағыдай жыртқыш аңдарды қайтадан қолға алып, циркте жаңғыртуға, манежде үйретуге жаңа рұқсат береді деген ойдамын. Үмітім жоқ емес, үмітім бар. Жаным ашитыны, бұлар жануар, бұлар түсінбейді да. Жаңа мен тастап кетпегенімді, сондай бір нәрсе шыққанын, сондай бір дүние болғанын, сол үшін бұлар анасыз қалып қойғанын, соны түсінбейді. Бұлардың ойында өмір бақи, өмірінің соңына дейін сол сұрақ, неге біз жалғыз қалып қойдық деген сұрақпен өмір сүреп келе береді бұлар, іздей береді бұлар. Мен келсем де, келмесем де бұлар іздейді. Мен айлап келмейтін кезім болады. Өйткені жұмыс, гастрольге кетіп қалатын кезім болады. Бірақ бәрібір 2 айдан кейін келсем де, 3 айдан кейін келсем де, бұлар менің даусыма жаңағыдай елеңдеп тұрады, іздеп тұрады. Жанат Қалметова қазір циркте отбасымен бірге өнер көрсетеді. Жандар Санжар есімді ұлдары және қызы Перизатты жастайынан өнерге бейімдеген. Перизат алғаш цирк алаңына келгенде небәрі 5 жаста болған екен. Талантты отбасы асыл тұқымды иттермен өнер көрсетіп, көрерменнің ықыласына бөленіп келеді.